Кайырлы күн сұлулар, мен сіздермен кез келген мерекелік дастарханның көркін ашатын 3 түрлі хит рулеттердің рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Жуып тазалап алған шпинатымыздың үстінен шай қасық тұзымызды 3 жұмыртқамыздың сарысын салып, жақсылап езіп араластырып аламыз. Бөлек құрғақ ыдыста жұмыртқаның ағына шым-шым тұз салып миксерлеп аламыз. Төңкергенде ақпайтындай аппақ көбік болу керек. Ыдысымызға шпинаттың үстінен ұнды електен өткізіп қосып аламыз. Менде видеоға түспей қалыпты. Жақсылап араластырып алғаннан кейін жұмыртқаның ағуызын аз-аздан сала отырып, астынан жоғары қарай қозғап араластырып аламыз. Бір тегіс етіп араластырып алғаннан кейін алдын ала дайындап қойған табамызға пергамент қағазын қойып, үстінен шпинат қамырымызды бір тегіс қылып жағып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Бұл аралықта қызыл балығымыздың сыртын алып шұқа етіп турап аламыз. Фольгаға өсімдік майын жағып аламыз. Піскен шпинатымызды суытып, үстінен творожный сырымызды бір тегіс қылып жағып шығамыз. Оның үстінен семга балығымызды қойып, фольганың көмегімен тығыздап орап аламыз. Тоңазытқышта кемінде 3 сағатқа қалдырамыз. Сырный рулет дайындайтын боламыз. Өте дәмді болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бірінші салмасын дайындаймыз. Күштен өткізілген крафт таяқшасының үстінен майдалап туралған жұмыртқамызды салып, оның үстінен қаймағымызды, ас көгімізді, тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Теркадан өткізген сырымызға майонезімізді, тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап бір тегіс болғанша араластырып аламыз. Формамызға май жағып, үстінен пергамент қағазын төсейміз. Сол кезде пергамент қағазымыз жылжымайтын болады. Үстінен сырымызды салып, бір тегіс болғанша жайып аламыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін жақсылап суытып, салмасын салып, бір тегіс қылып жайып, тығыз етіп орап аламыз. Тоңазытқышта 2-3 сағатқа дейін сақтаймыз. Қонағымызды күтерден бір күн бұрын жасап қойсақ та болады. Тауық етінен рулет жасаймыз. Өте оңай әрі дәмді оригинал рецепт. Фаршымыздың үстінен тартылған пиязымызды, тұзымызды, бұрышымызды, жұмыртқамызды қосып, жақсылап басы біріккенше араластырып аламыз. Фольгамызды 2 қабаттап, үстінен өсімдік майымен майлап, тауық етін салып, тегіс қылып жайып шығамыз. Нори қағазын алып, қақ ортасынан бөліп, жартысынан жайып аламыз. Үстінен кептірілген черносливті бір қатар қылып қойып шығамыз. Екінші қатарына кептірілген өрікті қойып шығамыз. Фольгамыздың көмегімен тығыз етіп рулетімізді орап аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Егер де рецепт ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта хит салаттардың рецепті шығатын болады.